еркеміз күшті. Ух ты, мынаны қараңыздар, не деген көзерке шығып жатыр мына жерден. Вау! Тағы да көрсек қызым, несі таусылып қалды ғой деймін. Мә, саған қараңыздар, не деген шығып жатыр мына жерден. Кішкене ғана судан қара. Ух ты! Ух ты, күшті. Мә, саған. Ух ты! Сәлем. Еркеназ бен Аруканың каналына қош келдіңіздер. Сөйлесейік? Сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз сіздерге күшті видеомен шығайын деп тұрмыз. Қараңыздар, үйдегі барлық заттармен эксперименттер жасаймыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыз. Достар, бірақ бір ескерту бар. Өздеріңіздің ата-аналарыңызбен немесе үлкендердің қарауымен жасаңыздар, я? Міндетті түрде, өйткені спичка ол өте опасный құрал, кішкентайларға қолдануға болмайды. Мен сіз жасамаңдар, түсініңдер ғой, я? Қара, Еркеназ, сен бақылап отыр, біз негізі кішкентай кезімізде жасайтын едік бұны. Қазір мынау свеча ыстық бөледі, да? Қазір қара, осы ыстық бөледі. Тоқта, тиме, болмайды, қызым. Мынандай су құямыз. Астына су құямыз. Осы қазір жылулық мына суды тартады, парить етеді, короче. Қара, бісміллә. Мынау қазір тарта бастайды енді. Мына қазір тарта бастайды. Кірмістірғайын әжел. Міне қара. Ой, өшіп қалды. Бірақ қара, ана қара. Өшіп қалды, бірақ сонда да мынау суды тартып жатыр. Көрдің ба, жылулық? Мына қара, ана жерге кеп қалды суымыз, қара. Бірақ свечамыз біз былай қазір қоямыз. Жаңа свечамыз өшкен кезде негізіне тартылды, бірақ онша көрінбеді, сол үшін тағы да бір рет қайталап көрсетіп жатырмыз. Осылай қазір қараңыз, тартылып жатыр банканың ішінен. Көрініп тұр ма сіздерге? Осылай тартыла бастайды. Міне, қараңыздар, су жиналып жатыр. Әне, қара, Еркенде су жиналып жатыр, көрдің ба? Иә, суға қатыр қараңдар. Иә, мына ішіндегі газ суды жинап алады, астында газды. Иә. Міне, қараңыздар, достар, мына жеріне дейін тартылды. Хотя су астында тұрған еді, иә? Осылай эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Қазір енді екінші экспериментке өтеміз, иә, Еркеназ? Қалай қызық болды ма саған осылай тартып жатқаны? Бұл физика заңдылығы. Мектепте өтесіздер 7-8 класстан бастап. Ал достар, біздің екінші экспериментіміз, бізге керекті зат осындай марля, сосын мынандай пиконың баклажкасы. Осылай жабамыз. Еркеназ, сен мынандай не бер, пока суға, иә? Суға посуда жуатын гельді қиямыз осылай. Ал, қия бер. Пока мен мынандай берейін. Тез. Бұны қазір Еркеназ көретін болады. Кәне көбірек құя бер. Үйдегін бәрін құйып тастамаңыздар, бірақ көбірек құя бер деп. Еркеназ, мен жоқта істемеңдерші, өтініш тағы да. Аха, істейміз. Жарай ма? Дай. Енді былай жасаймыз да. Енді ал. Әне. Мыльный пузырьки. Осындай мыльный пузырьки жасасаңыздар болады. Еркеназ, күштісің ғой, а? Кәне тағы да жасашы. Негізінде біз жаңағыдай краситель таппадық, ато түрлі түсті жасайтын едік, қызыл, жасыл қылып, я, Еркеназ, я? Ух ты! Кәне берші маған. Кәне тағы бір рет жасап көрші. Жоқ, маған тағы да батыр. Кәне? Ух ты! Ух ты! Негіз көптен бері жасаймыз деп жүргенбіз, бүгінге тура кетті достар. Осылай жасап көріңіздер. Күшті болады. Енді біз қазір үшінші эксперимент жасаймыз. Жақсы көрем. Иә.
Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Қазір үшіншісі вообще күшті болайын деп тұр. Біздің үшінші экспериментіміз мындай сода керек. Бұл әрине барлық үйде бар. Осы содаға біз мындай специальный бомбочка жасап қойдық. Составын керек болса сұрасаңыздар болады, айтамын составын. Бұл да үйдегі бар затпен жасалынады. Осылай саламыз бомбочкаларымызды шардың ішіне. Ана балықтар бар ғой, білесіздер ма? Тип қасаң шарик болып ісіп кететін балық ше. Вот сондай сияқты болады қазір. Еркеназ ондайды көрмеген. Сол үшін қызық болып тұр Еркеназға. Осылай салып аламыз. Так. Енді бұлай сода саламыз. Сода барлығын үйінде бар ғой. Коробкасын цветі өзгермейтін сода. Төгіп алдым кішкене. Так, осылай салып аламыз. Сосын аузын байлаймыз. Так, аузын байлаймыз осылай. Қазір Еркеназ. Енді осы бомбочканы сен былай жар, қатты ұр. Ұр, қолмен ұр. Қатты жар жіберсейші. Болмай жатыр ма? Қараңыздар. Осындай болады бұл. Маманың күші жетпей жатыр екен ғой осыған, я? Міне осындай болып сиеді бұл. Пах етіп атылып кетсе қазір, я? Кәне? Ісініп атыр ғой мынау деген. Тағы да ісінеді, я? Сондай шарик болып ісінеді бұл өзінен өзі. Осылай да жасап көрсеңіздер болады. Достар, жалпы бізде эксперименттер өте көп болған. Бір видеоға сыйдыра алмадық. Келесі сериясында Ошин фонтан жасайын деп жатырмыз, я, Еркеназ, я? Бүгін заттарын алып келіп қойдық, онда заттарын видеоның комментарийға жаза кетіңіздер. Тағы да жалғасы керек болса. Жалпы достар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, тіркеліңіздер, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Всем пока!